Қайырлы күн, білім құмар өсер ұрпақ. Биылғы жылы халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған, ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы, ірі ғалым, көсемсөз шебері, әдебиет зерттеуші, түрколог, дарынды ақын аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орай 5 қыркүйек тілдер күні деп белгіленген болатын. Оған қоса, елімізде жыл сайын аталып өтілетін 22 қыркүйек тілдер мерекесі күні. Мерекелеріңіз құтты болсын. Біз бүгін осы қос мерекеге орай вебинар сабағымызды бастағалы отырмыз. Сіздерден белсене қатысып, вебинар сабаққа өз ойларыңызды еркін айтып, ат салушыларыңызды сұраймын. Сонымен қатар балалар, Ахмет аталарының өмір жолымен таныс болыңыздар. Қазір сіздердің назарларыңызға Ахмет аталарының ақындығына байланысты бірнеше сұрақтар беріледі. Ахмет Байтұрсынұлының Маса өлеңінің Маса аталуының себебі қазақ халқын оятамын, қазақ халқы да өнерлі болу керек, қазақ халқы да кішкене білімді болу керек деген сияқты қазақ халқының құлағында тұрып, Маса сияқты ызыңдап, оларды білімге баулимын деу үшін қойылған. Және де Маса өлең жинақтары 3 рет басылған. Маса өлеңінің бірінші жинағы 1911 жылы Орынбор қаласында басылып шыққан болатын. Ал үшіншісі 1922 жылы қазан айында басылып шықты. Келесі кезекте балалар, бүгінгі Ахмет аталарының құрметіне өздеріңнің жүрек жарды арнау өлеңдерің болса, я болмаса Ахмет аталарының бір өлеңін мәнерлеп оқуға кезек берсек. Ана тілім арым менің ардағым. Ана тілде бесік жырын тыңдадым. Ана тілде ән жырымды жырладым. Ана тілде сөйлеуден еш танбадым. Ана тілім қазақ тілі тәуелсіз. Ана тілде сыйласамыз сізбен біз. Қазақ тілде жырланады тарихпенен әніміз. Өзге елден ерекшелер қазақ тілі сәніміз. Келіп қапты мерекесі тілімнің, қазақ тілі берекесі елімнің. Құтты болсын күні ана тілімнің, тілімменен жарқын менің болашақ пен бүгінім. Ахмет Байтұрсынұлы ғылым. Ғылымдар дүниелік сиқыр болмақ, оқыған ол ғылымдар пәкір болмақ. Зулатып шариғатты шарт жүгіріп, молодек отырғандар мойын толғап. Сондықтан заман жирік біздер шабан, артына ілесе алмай жүрміз әмән. Күн сайын өзгеріліп өнер артып, бәрі де бара жатыр алға таман. Ахмет Байтұрсынұлы, шымшық пен көгершін. Бір шымшық торға түсті сорғайнап, бардыма кім біледі ажал айдап. Бәлені қазаменен қайда деме, ғарып боп отыр сорлы көзі жайнап. Жанына жас көгершін ұшып келді, не қара басты торға түсіп деді. Тау түсте торды көрмей соқыр ма едің, исалаң ақылың жоқ күшік деді. Осымен балалар, сабағымызды қорытындылай келе, талаптарыңа нұр жаусын дегім келеді. Ахмет аталарың сияқты ұлы тұлғаға айналуларыңа шын жүректен тілектеспін. Ахмет аталарың айтқандай, мойындағы борышты білу білім ісі, борышты өтеу адамшылық ісі дегендей, келесі кездескенше бейбіт күнде жолыққанша демекпін. Сау болыңдар.